Негізінде бүйректе тас тұру қалыпты жағдай. Көбінесе ұсақ және кішкене тас болады. Әрі дәретпен оңай шығып кетеді. Бірақ бүйрек дұрыс жұмыс істемегенде, не ағзаның қалыпты жұмысы бұзылса, бұл тас іріленіп кетеді. Кейбірі тіпті бұршақтың дәнінде болып кетуі де мүмкін. Ауру осы жерден басталады. Бүйректе тұрып қалған тас үлкейе келе, дәрет шығу жолдарын бітей бастайды. Оған дейін сіз бүйректе тас барын өзіңіз де білмейсіз. Бүйрекке барып тас болып тұрып қалатын ол кәдімгі минералдар. Соның ішінде кальций. Көбінесе кальций оксалатынан жиналады. Бүйректе қай минерал жиналып қалғанын тексерген дәрігер айтады. Әрі оған қарай ем береді. Сонымен бүйректе тас тұрып қалмас үшін не істеуіміз қажет? Суды жеткілікті деңгейде ішу керек. Кейде ағзамыз суға тоймай, сусырап ұзақ жүріп қалса да, бүйрекке тас пайда болуы мүмкін. Сондықтан дәретті сұйылту үшін әрі бүйрекке жинала бастаған тұздарды шайып кету үшін суды жеткілікті деңгейде ішуіміз керек. Күніне жоқ дегенде 10 стакан су ішкен дұрыс. Бірақ минералды суды емес, кәдімгі фильтрден өткен ауыз суды ішуіміз қажет. Кальций құрамдас тағамдарды жеу. Жоғарыда айтқанымыздай, көбінесе бүйректе тас болып тұрып қалатын дәл осы кальций. Бірақ ағзаға кальций керек қой. Қалай оны ішпейміз дерсіз? Я, ол да бар. Ағзаға кальций өте қажет, бірақ оны бүтіндей ішуге болмайды. Мәселен, биологиялық белсенді қоспада кальций бүтіндей болады да, сүт, ірімшік, йогурт, брокколи мен апельсинде азықтық құрамдас бөлігі болып қалады. Сондықтан кальцийді жеке ішпей, азықпен, құрамдас тағамдармен бірге ішу жөн. Оның үстіне ең қызығы кальций құрамдас тағам оксалатты, яғни тұзды ішекте қорытып кетуіне ықпал етеді де, ағзада оның азаюын қамтамасыз етеді. Ал жоғарыда айтқанымызда кальций мен оксалаттың қосындысынан тас көп пайда болады. Оксалат кальциймен қосылып, бүйректе тас күйінде қатып қалады. Сондықтан бүйректе тас табылған жағдайда оксалат қосылған тағамдарды азайтуымыз қажет. Оған қызылша, шай және кофе, жаңғақ және шоколад, шпинат және мангольд жатады. Ақуыз. Қызыл етті азырақ жеуге тырысу керек. Медицинада етті екі түрге бөліп қарастырады. Бірі ақ ет, екіншісі қызыл ет. Ақ етке құстың және балықтың еті жатады. Ал қызыл етке малдың еті жатады. Бүйректе тас табылса, малдың етін азырақ жеу керек. Оның орнына калийі көп қызанақ пен бананды жеген жөн. Цитрусты жемістер жеген жақсы. Семіздіктен арылу. Семіздік бүйректе тас тұрып қалуға келеді. Сондықтан артық салмақ сақтамауға тырысыңыз. Сонымен бірге белгілі ғалымдар бүйректе тас пайда болу мен оның белгілеріне қатысты түрлі болжамдар айтады. Бүйректе тас бар екенін қалай білуге болады? Бүйректе тас барын көп адам білмейді. Жалпы бүйректе тас бар екендігін белгілері ондағы тастың көлемі мен орналасуына тікелей байланысты екен. Мысалы, физикалық күш жұмсау немесе көп жүрген уақытта белдің тұсында ауырсынулар пайда болуы мүмкін. Тек бүйрек тұсы соғып ауырған сәтте ғана немесе бүйректегі тас зәр шығушы түтікке жылжыған сәтте ғана адамдар бүйректе тас бар екенін біле бастайды. Ол кезде мынандай белгілер пайда болуы мүмкін. Бел тұсының іштің қатты түйіріліп ауруы, қан аралас зәр шығару және кіші дәретке әдеттегіден аз бару. Бірақ кіші дәретке үнемі барғысы келетін күйге түсу, дене температурасының көтерілуі және жүрек айнумен құсу. Жалпы егер бүйректе тас болудың алғашқы белгілері байқалса, уақыт жоғалтуға болмайды, әрі өзін-өзі емдеумен айналысуға да болмайды. Бүйректе тас пайда болудың себептері көп. Негізгілері ол ащы су, дұрыс тамақтанбау, зәр шығару жүйесінің туа бітті ақаулары, генетикалық әдіспен берілу, зәр шығару жүйесінің бұзылуы, антибиотиктердің кей түрлерін, аспиринді көп мөлшерде ұзақ уақыт бойы ішу. Бүйректегі тас және диета ұстау. Бүйректен тас табылған кезде диета ұстау маңызды. Себебі диагноз қойылғаннан кейін әркімнің денсаулық жағдайына байланысты дәрігер диета түрін жазып береді.
Сондықтан диета ұстау арқылы бүйректе тас пайда болудың алдын алып қана қоймай, жалпы ағзаны пайдалы әрі дәруменге бай тағамдармен толықтыратын едік. Мысалы, оксалатты тастар бар болған жағдайда келесі тағамдармен қоректенуге кеңес беріледі. Майлы емес ет және балық етін жеу, көкөніс сорпасы мен рагу, қара нан, орамжапырақ түрлері, қияр және картоп, таза су мен жеміс шырыны. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, қазақша контентті қолдап, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіз. Назар аударғаныңызға рахмет, деніңіз сау болсын.